Сәлем сұлу қыздар, бүгін сіздерге өте дәмді сочный болып шығатын беляшидің рецептімен бөлісемін. Парақшама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жылы сүтімізді құямыз. Келесі кезекте ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін қолымызға аздап қана сұйық май құйып, тағы да жақсылап илеп жібереміз де бетіне салафан жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін начинкамызды жасаймыз. Тартылған етімізге пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Көтерілген нанымызды енді қолымызға аздап сұйық май құямыз да, осылай дәл видеодағыдай шариктап беляшиларымыздың қамырын бөліп алатын боламыз. Қамырымыздың бәрін осылай дөңгелектеп қоямыз да, бетін салафанмен жауып қоямыз көтерілгенше. Қамырымыз көтерілгеннен кейін аздап қолымызға сұйық май жағып жібереміз де, дәл видеодағыдай қамырымызды қолымызбен ғана жаямыз. Ортасына бір қасық толтырып, тартылған етімізді саламыз. Сосын дәл видеодағыдай дөңгелектеп қамырымызды түйетін боламыз. Жақсылап қысып жауып шығамыз. Одан кейін теріс аунатып, қайттан қойып қоямыз. Барлық қамырымызды түйіп шығамыз да, тағы да 5-10 минутқа қойып шығамыз. 5-10 минут тұрғаннан кейін қолымызбен ақырын ғана шеттерін баса отырып, беляшиларымызды қызып тұрған майымызға екі жағын қызартып, пісіріп алатын боламыз. Рецептіңізді парақшама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Ас болсын.